Қайырлы күн! Бүгінгі қарастыратын сабағымыз тәжірибе жетекшісі атынан білім алушылардың тексеруге жіберген тәжірибе күнделігін тексеру. Ол үшін жүйеге қызметкер атынан кіреміз, яғни тәжірибе жетекшісінің атынан. Мәзірлерден тәжірибе бөлімін және де тәжірибе күнделігі бөлімін таңдаймыз. Ашылған бетте барлық тәжірибеге тексеруге жіберген білім алушылардың тізімін көруімізге болады. Немесе сұрыптама жасау арқылы кеңейтілген іздеу бөлімі арқылы сұрыптама жасауымызға болады. Қажетті пәнімізді таңдаймыз және де тізімде қанша білім алушылар барын көруімізге болады. Бұл бөлімде тәжірибе жетекшілері әдістемелік нұсқау бөлімінде қандай да бір әдістемелік нұсқаулықты жүктей алады. Ары қарай білім алушылардың тәжірибе мәртебелерін көру бөлімінде бізде толтыру мәртебесі бөлімінде қандай білім алушы әлі толтыруда және де кім тексеруге жіберілгені туралы ақпараттарды көруімізге болады. Ары қарай тексеруге жіберілген білім алушының ақпараттарын тексеру үшін білім алушыны таңдаймыз. Ашылған бетте әр бөлімге жеке-жеке тоқталамыз. Яғни тәжірибе жетекшісіне тексеруге жіберуге арналған файлдар бөлімінде есеп және сипаттама бөлімінде жүктеген есептерімен сипаттамаларымен танысуымызға болады жүктеу арқылы. Келесі жұмыс жоспарының практикадан өту кестесі бөлімінде білім алушының толтырған ақпараттарын, яғни практика бағдарламасына сәйкес орындауға жататын жұмыстардың тізбесімен танысуымызға болады. Ары қарай тәжірибе жетекшісінің ескертпесі бөлімінде ақпараттарымызды толтырамыз. Яғни қандай да бір тәжірибе жетекшісінің ескертпелерін толтыру арқылы біз сақтаймыз. Келесі бөлімге өтеміз. Бұл бөлімде де тәжірибе жетекшісі өзінің қандай да бір ескертпесін жазу арқылы сақтайды. Келесі бөлімде де сақтайды. Яғни әр бөлімде білім алушының толтырған ақпараттарымен танысу арқылы сақтайды. Және де басшысының қорытындысы бөлімінде білім алушыға қорытынды жазу арқылы осы жіберген білім алушының тәжірибе күнделігін қабылдайды. Қорытындыны жазып сақтағаннан кейін бізде бұл бөлім белсенді болмайды, яғни сақтау батырмасы. Келесі жалпы бөлімінен қабылдау батырмасын немесе егер де қандай да бір бөлімдерді толық толтырмаған жағдайда толтыруға жіберу батырмасы таңдау арқылы толықтыруға жіберетін болады. Ал егер барлық бөлімдер толтырылған жағдайда қабылдау батырмасын таңдау арқылы білім алушының жіберген тәжірибе күнделігін қабылдайды. Келесі, оқытушы білім алушының тәжірибе күнделігін қабылдағаннан кейін білім алушы өзінің жеке парақшасында тәжірибе күнделігін қалыптастырғаннан кейін қалыптастырған білім алушылардың мәртебесі күнделік қалыптастырылды мәртебесіне өзгеретін болады және де осы мәртебеге өзгергеннен кейін оқытушылар білім алушыларға баға қоя алады. Ол үшін қажетті білім алушыны таңдайды. Тәжірибе басшысының қорытындысы бөлімінде тәжірибе бағасы бөлімі белсенді болады, яғни бұл бөлімге білім алушының тәжірибе бойынша бағасын қойып сақтайды. Келесі, білім алушыға қойылған бағалар журналын автоматты түрде түсетін болады. Ол үшін қажетті журналды таңдаймыз. Келесі, қорытынды бағалар бөліміне өтетін болсақ, тобымыздағы білім алушыға қойылған бағаны көруімізге болады. Яғни тәжірибе күнделігі бөліміне қойылған баға автоматты түрде бағалау журналына түсетін болады. Осындай ретпен оқытушылар білім алушылардың толтырған тәжірибе күнделігін қабылдайды, яғни барлық бөлімге толтырған ақпараттарды қабылдап, тәжірибеге бағасын қоя алады. Осымен оқытушы атынан тәжірибе күнделігі модулін қабылдау және де бағалау модуліне арналған сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.